Ассалаумағалейкум армысыздар, ардақты, құрметті мен тіркелушілерім. Өздеріңіз көріңіздер, 28-29 қаңтар 2023 жылы Түркістанда атпен жүру белгісі пайда болған ба деген видео ұсынған болатынмын өзіміздің арнадан. Сол видеоның нәтижесінде міне осы жол белгілеріне қатысты мекемелерге жолығып, қазір бүгін 30 қаңтар 2023 жылы бірігіп жол белгілерін қадағалап, қазір сондай кері бұрылыстағы жол өткеліндегі белгісін оңтайлатып қазір жұмыс жасап жатырмыз ағайындар. Мінекей кешегі шыққан видеоға байланысты жол белгілерін Түркістан қаласында барлық көшелерді аралап ауыстырып жатыр, жұмыс істеп жатыр жігіттер. Рахмет. Кеше осы белгілерге жауапты мекемеге ұсыныс жасаған болатынбыз, талап қойған болатынбыз, осындай бір аптаның ішінде осы мәселелерді шешіп беруіңізді сұранамыз деп. Шешілмесе үлкен көлемде, үлкен тақырыпта сөз қозғаймыз деп айтқан болатынмын. Соның нәтижесінде мінекей Түркістан қаласындағы жол аяқ, мінекей жол жүру белгісі оңтайлы түрде міне орындар ауысып жатыр. Мінекей өздеріңізге белгілі, бүгін 30 қаңтар 2023 жыл. Мен түсірген жол белгілерін нақтылап, өз орнында, заң шеңберінде, заң белгілеріне сәйкестендіріп қойғандығын мінекей бүгін көріп отырмыз ағайындар. Мына 23 мектеп алдындағы Шойынбет би көшесінде осы белгіге жауапты мамандар келіп, қайта осы жол белгілерін орнықтырып кеткен екен. О кісілерге де рахмет айтамыз. Біздің видеоны көріп, осындай нәтиже шығарғандарына үлкен алғыс. Қазір 30 қаңтар 2023 жыл, қазір сол мамандармен кездесуге бара жатырмыз және бірлескен күйде осы Түркістан қаласының белсендісі ретінде Түркістан қаласындағы белгілердің барлығын тізбектеп, қандай белгілер заңға сәйкес емес және осындай қисық тұрған белгілер, айналып кеткен белгілер, неше түрлі қалада белгілер болса, соларды қадағалап, дұрыстауға барынша күш жұмсайтын боламыз. Қазір бірігіп жұмыс жасап жатырмыз. Осындай қалада кем-кетік жерлер болатын болса, сол жол белгілеріне қатысты жалпы қаладағы осындай мәселелер туындап жататын болса, осы СТВ Channel YouTube арнасына пікір алаңына пікір жазып қалдыруларыңызға болады. Біз сіздердің сұрақтарыңызды осы департамент басшыларына, сіздің сұрақтарыңызға қатысты жауапты мекемелерге қағаз ретінде, видео ретінде жолдау жасайтын боламыз. Әрине сіздермен бірге жұмыс істеу біздің міндетіміз, өйткені Түркістанда облыс орталығы болып, рухани Астана атанғаннан кейін жалпы барлық нәрсе өзінің орнында болған тиіс деп білеміз. Дегенмен кемшіліксіз адам жоқ, кемшіліксіз жалпы барлық қозғалыста кемшілік болады, оны да түсінеміз. Міне бүгін жігіттер жұмыс жасап, өздерінің белсенділіктерін көрсетіп жатыр. Оларға да пенде болғаннан соң рахметімізді айтамыз. Мінекей жұмыс жасау керек осындай. Көріп отырсыздар, әрине бюджет мәселесі бар, басқа да шешілейін деп жатқан мәселелер бар. Ол жол белгісіне де қаржы әкімшілік тарапынан бөліну керек. Жалпы жол белгілеріне қатысты осы басшылық тарапы қағаздарын көрсетті, таныстырды, осындай ұсыныс жасаған екен әкімшілікке жол белгілері туралы. Жалпы қағаздарын танысу барысында жұмыс жасап жатқандары көрініп ақ тұр. Дегенмен бұл мен белсенді болғаннан кейін, осындай қалада осындай нәрселер орын алып жатқаннан кейін көзбен көре тұрып, оны сөз етіп қозғамау мүмкін болмады. Жалпы бұның барлығы қаланың дамуына, қалаға көптеген туристер келеді, көптеген адамдар келіп жатса, көріп, сын тағып жатса, менің бұл Түркістан туған жерім, намысымды қайрайтыны сөзсіз. Сондықтан осы видеоны да жолдап жатқан жерім осындай болып жатыр ағайындар. Рахмет тыңдағандарыңызға. Біз сіздермен қоштаспаймыз.
әрқашанда еліміз аман, халқымыз тыныш болсын.